достар, таңғы шоу ары қарай жалғасуда. Бізде қонақта бүгін Мұхтар Ханзадан және дәл сізге хабарласам деп хабарласам деген қалай кетті? Сұрақ қоям деп хабарласқан. Қобалжып отыр енді. Бойдағы жігіттер көп келе бермейді деген сияқты әңгіме ғой. Иә. Мирас хабарласты, алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Уағалейкумассалам. Дауысыңыз таныс қой, Мирас емессіз ба? Иә. Бәрекелді. Ал? Ассалаумағалейкум, Мұхтар аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Уағалейкумассалам. Жағдайыңыз қалай, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, керемет. Мен сізге қоятын сұрағым, 3-4 сұрағым бар. Иә. Енді біріншіден бастайын. Осы ата-анаңызға соңғы жасаған сыйлығыңыз қандай болды? Ата-анаңызға берген сыйлығыңыз қандай болды? Атап кетсеңіз. Және де екінші сұрағым, өзіңіздің туған жеріңізге, ауылыңызға жиі барып тұрасыз ба? Және де барған кезде бір іс-әрекеттер, бір белгілі бір іс-шаралар өткізіп тұрасыз ба ауылыңызда? Және де үшінші сұрағым, балалық шағыңыздан, мектеп кезіңізде сіз қандай болдыңыз? Және де балалық шағыңыздан бір қызық оқиға, әңгіме болса, баяндап айтып берсеңіз. Және өнеріңізге табыс тілеймін, басындайым, жаңа хит әндер шыға берсін. Рахмет. Алла қаласа, денсаулық, күш-қуатыңыз мол болсын. Амин. Амин, айтқаныңыз келсін, Мирас. Енді, Мирас, бағана сіз бір ән шырқап берем дедіңіз. Енді мен былай дайындалдым, енді болмай қалды ғой, дауысым келмей қалды. Өтпей қалайын деп жатсыз ба? Иә, барлық әндеріне келмей жатыр дауысым. Тым жоғары ма екен сіз үшін? Иә, Мұхтар Ханзада ағамыз сияқты тез айта алмаймыз ғой. Енді айтып көріңіз енді. Негізі бағана жақсы айттыңыз, Жандәурен айта береді ол. Айтып көріңізші қазір, көрейік. Көрейік. Ал кеттік. Жақсы шықпаса менен көрмеңіздер. Жақсы, микрофон дей саламыз ғой. Иә. Қуанайық күлімдеп, көңілді мұң күйлесін, қыз жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін, көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада, шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Көңілдірек? Мирас, енді біраз жақсы болып қалыпты енді бар ғой. Нормально болды. Мирасқа да рахмет, таң атпай тұрып шаршамай айтқан. Жақсы, Мирас, рахмет қоңырау шалғаныңа. Күніңе сәттілік. Аман бол. Жақсы. Мирастың сұрақтарына енді Кішкене тез айтып өтейік, Тез, бірінші сұрақ сол жаңағы ата-анаңыз немен қуаттанасыз деген. Енді біз бала ата-анасын сол тапқан табысының жаңағы бөлісіп отырғанымен біз сондаймыз ғой енді. Ақшалай, барымызша жаңағындай өзіңіздің керегіңізді аласыз, өзіңізге деген сияқты. Сондай сыйлықтармен қуантып отырамыз. Одан кейін екіншісі ауылға жиі барасыз. Ауылға осы карантинде ауылда болдым. Шымкентте тұрамын, сол үйде болып, әке-шешем қасында, солар көмектесіп, өзінің кішкене шаруалары бар. Барынша көмектесті. Бала кезде қандай болдыңыз дейді? Бала кезде бұл енді жаңағы анам өзі жаңағы өнер адам, кішкене өнерге жақын болғаннан кейін, мен жаңағы мектепке гитарамен баратын тек қана. Гитарамен барам, жаңағы кіреберісте жаңағы вахтерша апай отырады ғой. Соға гитараны тастап кетем, тапсырып. Сабақтан шыққаннан кейін барлығымыз бір труба бар, отыратын, жаңағы аяқ қойып. Сабақтан шыққаннан кейін барлығымыз сол жерде түнге дейін өлең айтып отыратын еді. Сондай мен балалық шағым сөйтіп өтті. Балалық шақтағы есіміңіз қандай еді дейді, кличкаңыз, лақап атыңыз? Мұға. Ең алдымен бұл өмірде не нәрсеге алғыс айтар едіңіз дейді? Амангүл. Алғыс айту, Аллаға шүкір, осы өмірге келгенімізге, ата-анамыздың амандығына, қазақ елінде мұсылман болып туылғанымызға шүкір. Бір нәрсе үйренуге жарты сағат мүмкіндік берілсе, не үйренер едіңіз дейді? Енді жігітке жеті өнерде аз ғой, барлығын үйренер едім. Анаңыздың сізге үнемі айтып жүретін өсиеті қандай, орындап жүрмін деп ойлайсыз ба дейді? Енді барынша анам айтатын сөзі, ешкімге жаңағыдай жаманшылық жасама, дұшпанды көбейтпе, барлығымен жақсы аралас, жақсы бол. Елдің алдында жүргеннен кейін өте сақ болуың керек. Барлығымен дос бол, ешкімге қиянат жасамай, шынайы жаңағындай адал бол дейді ғой. Сіздің шабытыңыз қай кезде оянады дейді? Мысалы, жаңбыр жауып тұрғанда, немесе күн ыстық болып тұрғанда дейді? Біздің шабыт барлық бір қалаған уақытта оянып кете береді өзі. Андай муза деген нәрсе жоқ па сізде? Муза болады. Өйткені муза деген бір ойлайды, біреу тауға шыққанда, бір жерде жаңа судың жағасында, судың сылдырымен деген сияқты. Біздің шабыт енді отырып арқамыз ұстап, жаңа арқасы барында қозғалып кете береді бірден. Сол барлық жерде келеді шабытым. Оянып кетсе бұл. Оянып кетеді.
Жақсы. Оянып кеткен дұрыс па енді? Сөзден тайып отырмын. Жақсы. Тойдың королімін дейсіз дейді. Тойдың королінің дамысын бастыра ала ма екенсіз дейді. Енді Затбекке ғана озамаймыз енді. Үлкендерге жол, інілерге жол берсе. Бірақ енді тойға барсам енді менікі жаңағы темпім жылдам ғой. Басқа әншілер Мұхтар қоя тұршы. Сенің алдында айтып алайықшы. Сенен кейін өтпей қаламыз. Сенен кейін әндеріміз жаңағы баяу болып қалады, әндеріміз. Жылдам әндеріміз баяу болып қалады деп. Сол енді жаңағы тойға барғанның өзінде де қуанады. Өйткені түнгі сағат мен үлгермей жатсам да тойдың соңында болса да бір келіп бір жаңағыдай көтеріп кетіңізші деген сияқты көп ұсыныс келеді. Өйткені бір 6 ма 7 тойды бітіріп сағат 12-лерде Томирис деген кино шығып жатыр еді ғой. Иә. Томирис сағат 12-де Томириске кірдік. Сонымен кинотеатрда отырсам сағат 12-ден 45 кеткенде той звондап тұр ғой бір ресторанда. Сізді жаңағы достары жібермей жатыр, сіз келуіңіз керексіз. Бағаңызды толықтай береміз деп жатыр. Мен кино көріп отырмын, болды, мен жұмысым бітті бүгінгі деп. Жоқ, қоймай деп, Томирис жартысынан барып, жаңағы көңіл үшін. Барып 1:30-ға дейін сол жерде өлең айтып, той қайтпайды, тағы да деп ше. 1:30-ға дейін сөйтіп қайтадан келіп Томирис жалғастырып көріп кеткенсің ғой. Дұрыс енді. Толық ақысы деп жаңағы ақша туралы айтып қалдыңыз, иә? Жақында біздің әріптестеріміз, енді журналистер жатпаймыз ғой. Жаңағы звондап, администраторларына, көмекшілеріне хабарласып, Ерке Есмахан ба, иә, осынша ақша деген сияқты. Жалпы көзқарасыңыз қандай? Мен ол көзқарасты дұрыс қолдамаймын, шынымды айтайын. Иә. Себебі әркімнің жеке басының ақшасы, ол бағасы әркімнің өзінің қоятын бағасы. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді біздердің бағамыз негізі қарап тұрсаңыз аз ғой. Шетел әншілеріне қарағанда олардың жаңағы 200 мың евроға бір шығады. Жылына 3-ақ рет, 4-ақ рет шығады концертке болды. Ал біз енді барынша адамдардың қалтасына, өзінің жағдайына қарауға тырысамыз ғой. Көп емес, қол жетімді. Бұйырса енді ол басқа әншілердің әрқайсының өзінің карантиннен кейін бәрібір бағаны кішкене қол жетімді қылады ғой. Халықтың жағдайында түсіну керек. Барынша аузында айырып аша беруге де болмайды. Сондықтан да қол жетімді қылған дұрыс. Жақсы деп ойлаймын. Үзіліс жасай тұрайық тағы да. Да, жарайды. Сосын эфирге қайта ораламыз. Таңғы шоу. Достар, эфирді жалғастырамыз. Дәл қазір жұлдыз.фм Instagram парақшасында тікелей эфирдеміз. Қонағымызға байланысты сауалыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыз. Бүгін бізде таңғы шоуда қонақта әнші Мұхтар Ханзада. Мұхтар, енді карантин кезінде біраз шу болды, біреулер жаңа митингтеді, біреу әншілерге тиісті. Сонымен сол әншілерге тиіскенге оралайық, шегірт келеді. Бұны енді қозғамасақ болмайды. Мынандай хаттар келуде. Сіз шегіртке әншілер деген номинацияға лайықпын деп ойлайсыз ба дейді. Құдай сақтасын, жоқ. Негізі осы нәрседен қашып жүрген мен ше. Не нәрсе мынау айтқан еді, бұл дұрыс емес. Жоқ, мен де бірінші сол пікірді естіген кезде ойладым, ол кісінің өзі де мүмкін шегіртке ғой деп. Әркім өзінше бір шегіртке ғой, себебі баршып жүріп, ана жерден ақша табасың, мына жерден ақша табасың. Жоқ, өйтіп шегіртке деп айтуға болмайды, өйткені бүкіл әлемде мысалы дүние жүзі бойынша мәдениетсіз, өнерсіз, спортсыз ел болмайды да. Мәдениетсіз ел деген уже сіздің жаңағы дініңіз, тіліңіз кетті деген сөз ғой, мәдениет болмаса. Иә. Сондықтан да өйтіп айтуға болмайды. Ол бір кісі былай айтты екен деп бәрін жаманатты қылып жаңағы бұл жасауға болмайды. Әркім мысалы айтады ғой, маған біреуге бір жаман сөз айтып боқтап тұрса, мен үндемеймін оған. Өйткені ол қандай адам екенін өзін көрсетіп тұр да мен алдымда деп түсінемін да мен оны. Өзіңізге өзіңіз дос бола алар ма едіңіз дейді. Осындай досты қалар ма едіңіз дейді. Қалай өз-өзіме дос? Мысалға, сіз басқа біреусіз. Иә. Сіз өзіңізбен өзіңіз дос болар ма едіңіз? Әлде сіз өзіңізді жаман деп есептейсіз, сол себепті дос болғыңыз келмейді? Жоқ, әрине дос болар едім өзіме. Өйткені нағыз шынайы достар негізі нағыз жанашыр, жаңа сырласатын ата-анаң ғой. Бауырларың ғой, одан асқан жақын. Бірақ енді досты іздеме деп айтады. Досты өзі құлай өзінің ниетіңе қарай береді. Өзінің қасымдағы бірге нан жеп жүрген жаңағы сыныптастар, дос бауырларым бар. Мен шынайы сенем оларға. Сырымды айтам, ойымды айтам деген сияқты. Балалық шақтан естен кетпес таяқ жегеніңіз. Есіңізде болса егер, және ол кім еді дейді. Таяқ жеген енді ешкімнен бір балдардан ешқандай таяқ жегеніміз, ол анамыз ғой.
осы анамыздың тәрбиесін. Әкеміз ұрмайды, шек айқайлап ұрсады. Анамыздың жаңағы ұратындар қамшымен, атамыздың қамшымен бір. Ал негізі мектепте нешінші атаман болдыңыз? Атаман дегенде бәрін сөзбен шешіп кете беремін мен. Сізге жатып алғам дейсіз ғой. Сөзге жатып алғам. Жас бойдақтан кәрі бойдақтың айырмашылығы қандай дейді бұл жалғас? Мен бір кәрі бойдақ есепке мәлі тиген жоқ па? Жоқ. Бәрі жақсы, иә? Қандай айырмашылығы бар дейді? Әлі жаспын ғой, мен әлі бір 40-50-ге келген жоқпын. Жап-жас жігітпін. Ешқандай ондай сезіну, ондай әлі бойыма да кіріп шыққан жоқ. Сізді соңғы рет таң қалдырған жаңалық дейді. Блокпосттар алынды деген жаңалықтан басқа дейді. Блокпосттар алынды деген 4 рет па 5 рет қуандық па. Ертең алады екен, 8-ден алады екен деген сияқты. Сол қуанғаным сол жаңағы кеше қуандық. Шымкентте тойханалар ашылып жатыр екен деген. Керемет. Менің бір досым бар, сол жаңағы әнші қыз да айтады, мә Шымкентке барсаң, ана тойдан мына тойға барасың, мына тойдан ана тойға барасың. Кем дегенде 6 той дейді. Күнде. Негізі мен Шымкентке барсам, мысалы бір арнайы ұсыныспен бір тойға барасың ғой. Бірақ олар да айтады жаңағындай, егер де бос болсаңыз басқа тойлар шығып жатса бара беріңіз деген сияқты да. Иә. Енді өйткені қайта-қайта шыға бермейсің ғой, 2 уақыт жасайсың. Бір уақыттан кейін кәдімгідей 5-6 тойға дейін үлгеру деген Шымкентте қиынырақ. Біз Алматыда жақсы үлгеруге тырысамыз. 9 тойға дейін үлгеруге уақыттар болды. 9 той. Тойда 11:30-да кіріп шыққан тойлар. Жоқ, негізі мысалы Алматыда енді жаңа мейрамханалар өте алыс орналасқан ғой негізі. Бірақ соған жететінбіз. Білмеймін соны. Жаңағы ұзын ағаштан бастаймыз, бері қарай Қаскелеңнен. 90 жасқа дейін өмір сүретін болсаңыз дейді. 120 жасайын мен. 60 жастағы ақылыңыз бен 30 жастағы сымбатыңыздың қайсысын таңдар едіңіз дейді. Ойбай. Негізі адамды сымбат қылып көрсететін ақыл ғой. Жақсы сөз, ақыл деп ойлаймын мен. Мен де сөйтіп ойлаймын. Сен де сөйтіп ойлайсың ба? Әрине, жандәурен. Соңғы қарағанда үшеумізге де түр бермеген сияқты ғой. Тамаша тыңдасақ қалай қарайсыз? Мұхтар Ханзада деген әнші бар, сен үшін деп ән салсам бола ма дейді. Болды. Содан кейін эфирге қайта ораламыз. Шоу. Енді дәл қазір Жамбыл есімді тыңдарманымыз хабарласып, Мұхтар Ханзадаға бір сауалым бар дейді. Сол кісіні тілесіп көрейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Аманшылық. Ал, Жамбыл. Мен де сразу сұраққа көшейін, бір сұрақ бар еді. Уәдеге қалайсыз? Сол бір сауал ма, Жамбыл? Ау. Бір сауал ма, сол әлде басқа да сауалдарыңыз бар ма? Екі сауал бар. Екіншісі? Бірінші сауалды қойып көрейін деп, уәдеге мысалы біреуге уәде береді адам, сол уәдеде тұруға тырысады ма, или тұрады ма, или өткізіп жібереді ма дегендей ғой уәдеге. Енді шынайы уәде ол Алланың есімі ғой, уәде деген сөз. Барынша тұруға тырысу керек. Өйткені мойныңа қарыз болып қалады ол. Екінші сауалыңыз? Екінші сауал, егер енді Құда қаласа жаңадан көтеріліп жатыр, қарапайымдылығын бәрін көріп жатыр, енді Құда қаласа өзі әр нәрсенің өзінің жететін шыңы болады ғой. Мысалы, өнер саласында Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев сияқты ағаларымыз шыңына жетті ғой қазір енді. Сол сияқты шыңға жеткен кезде осындай қарапайым болып, Жұлдыз FM радиосына келіп өз сұхбат беруге уәде бере алады ма екен деп сұрайын деген ғой. Рахмет сізге, Жамбыл аға. Қарапайым болу, бойда жақсы қасиеттер сақтап болу бір иманнан ғой негізі. Иманнан бар адам еш уақытта көкіректік тәкаппарлыққа бармайды. Енді үнемі жаңа өзінің иманын көтеріп отыратын амалдарын жасап отыратын болса, әрқашан жаңа қарапайымдылықпен кішіпейілдікті үнемі ұстап жүреді. Бұл қартайып шал болғанша, ақсақалды қария болғанша, сондай ақсақалды қариялық дәрежеге сол қарапайымдылықпен, сыпайылықпен жетесің ғой. Тәкаппарлық жақсылыққа апармайды. Енді ақшаға оралайық, тағы да. Ерке Есмахан карантиннен кейін бір шама түсірдім деді той ақысын. Сіз қаншаға түсірдіңіз? Қол жетімді деген ол қанша екен дейді. Мен көтердім десең. Мысалғы, көліктің бағасымен білсек бола ма дейді. Енді 1 миллион мысалы басқа қалаға қазір $2000 ғой. Соның ішінде бәрі жетеді сол.
Ереке, сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме дейді, бізге бір сыйлық берсеңіздер бола ма дейді. Сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба? Немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенім білдіресіз бе дейді. Қайталап оқиын ба? Қайталап оқыңызшы. Сіз өзіңіз... Мен былай дейді. Сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба? Өзіңіз сенетін нәрсемен. Немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенім білдіресіз бе дейді. Өзің енді жаңылтпаш қой кәдімгі. Иә, мақсат арман құрып барып сол мақсатыңа жету үшін әрекет жасайсың ғой. Сол нәрсе ғой, иә? Жалпы сенімдісіз ғой. Иә. Енді өзімнің істеп жатқаныма сенем, болашағыма, өйткені осы сеніммен 10 жылдан аса уақыт болды. Құдай қаласа қазақ эстрадасының бір бұрышына да шығамын. Сахнада, Республика сарайында ән айтып халықтың алдында өзім әнімді шырқау деген арманым болды. Оған да жеттік. Құдай қаласа жеке концерт беруге асығып дайындалып жатырмыз. Оған да қол жеткізіп жатырмыз. Бір жылдың ішінде 13-ге жуық бейнебаян түсіріп тастадық. Ол да бір жетістік. Алға қойған мақсаттың бәрі орындалып келе жатыр. Репертуарда бесаған бір еді. Қазір 30-дан аса әндер бар. Оған да шүкір. 4 ай бұрын, жаңағы карантин басталмас бұрын айтқан екенсіз, 5 бейнебаянның тұсауын кесеміз деп. 5-еуінің тұсауы кесілді ме, әлде әлі күтіп жүр ма? Жоқ, 3-еуін түсіріп бітірдік, айттым ғой. 2-еуі берілді, 3-шін ұстап отырмыз. Тағы 6 болып кетті ол бейнебаян. 6 болып кетті ма? 3-еуін. Өйткені бір мынандай мақсат қойдық, әр әнді бейнебаянмен шығарайықшы деген сияқты. Әшейін бір әнді шығара бергенде негізі дұрыс емес. Бір жылдың ішінде бір 5-6 бейнебаян шығарып тұрам деген бір уәде бергем ғой. Жасайын бұйырса. Сізді тарихи бір тұлғамен кездесу бұйырды деп ойлайық дейді. Бір сағатқа кіммен кездескіңіз келеді дейді. Мысалға Ханзада, Тессо, әлде Жумонг болар дейді. Ойба. Енді Великий Осман деп қойсаңызшы. негізі мен жақсымен өткізген жарты сағат, жаман өтіп кеткен өміріндей дейді. Жарты сағаттың өзін мен кеше карантинде әкемнің қасында отырып, соның әдемі әңгімелерін, діни әңгімелерін, үлкен тәрбие алатын, үлкен көп жан дүниемді толтырып келдім десем де болады. Ол кісілердің айтқандарына айтады ғой, пірің, үйде өзім пірім, сол кісінің сұхбаттасып, әлі де іште жүрген тағы да сұрақтар бар, оны да қасына барып қойғым келеді. Мен кездесетін жаңағы барып армандайтын сол. Жақсы, ендеше Мұхтар, осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық тағы да. Үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз, достар, алыстамаңыздар. Эфирде таңғы шоу. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жанда. Жұлдыз FM-де таңғы шоу. Жалғастырамыз, енді бүгін бізде қонақта тағы да қайталаймыз, әнші Мұхтар Ханзада. Адамның ғұмыры жасы орта есеппен 40 жастан аспайтын болса дейді. Сол уақыт аралығында өміріңізді қызықты өтуі үшін не істер едіңіз дейді. Амангүл жолдады бұл хатты. Мен енді кілең андай сөздермен сөйлеймін ғой. Кілең деймін қалай кезде. Түгі шлиондай болмасын да енді. Шлигемер емес шығар деймін. Мен барын енді өмірді қызық қылуға, жақсы өмір сүру керек қой негізі. Жақсы өмір сүруге тырысу керек. Бай болу керек. Рухани де бай болу керек. Жаңағыдай былай да бай болу керек. Материалдық тұрғыда бай болу керек. Негізі рухани байлық пен материал байлық енді бәрі рухани жағына үлкен болса, өміріңде жақсы болады, берекелі болады. Барынша жақсылық істеуге тырысар едім. Енді Мұхтар Ханзада деген кезде не еске түсу керек? Бірінші. Мұхтар деймін. Не еске түсу керек дейді? Иә. Мүмкін бір ән, немесе сіздің бір қылығыңыз, немесе басқа біреу. Мысалы, Нұрболат Абдуллин десе сымбаттылық, әдемілік еске түседі. Әбдіжаппар Әлқожа десе Роза Әлқожа еске түседі деген сияқты. Шаршамау керек екенін еске түсіруге болады негізі. Өйткені көбіміз барлығы сөйтіп айтады. Осы сен десе шаршама деп жаңағы үнеміз миымызда тұрады деп. Шаршама деп қалдыңыз, шаршамай билетесіз барлығын. Ал өзіңіз биге қалайсыз? Билеп қоям арасында. Бірақ шлей емес па? Шлей емес. Бопты. Былай дейді, сізді көп мазалайтын не нәрсе дейді? Бір нәрсені дұрыс жасау ма, әлде дұрыс бір нәрсе жасау ма дейді? Барлығын дұрыс жасау ғой. Дұрыс бір нәрсе жасау ғой. Пайдалы бір нәрсе жасайыншы деген сияқты.
Жақсы. Енді негізі сіз жалпы бастапқы уақытта Инстаграмды онда қатты жүргізбедіңіз. Ал қазіргі таңда енді күн сайын жаңағыдай история салып дегенде белсенді болып жүрсіз. Оған не себеп болды? Біреу сізге айтты ма әлде? Иә, негізі мен қасымда продюсерім бар, Бекет деген. Вообще негізі Инстаграмды өшіріп тастай салайықшы дейді. Өйткені әншіге қатты қолжетімді көбейіп кетті дейді да. Иә. Аузына келген жаза береді, дайректте жазып бере салады, комментарияға аузына келген оттай салады деген сияқты. Одан да жақсы әндеріміз бен бейнебаяндарымыз эфир арқылы, радио арқылы әндерімізді таратып, жаңа диск арқылы таратып отырайық. Сені көру арман, сенімен сұхбаттасу қай жерде жүреді екен деп баяғы кезге келейікші дейді да қайтадан. Ол баяғы кез күтеді. Біз солай өмір сүрдік қой баяғыда. Әншілер қайда жүреді екен? Мен өзім армандайтын мысалы, өзі Музарт жігіттер болды. Жұман шағалар қай жерде тамақ жейді екен, қай жерде тұрады екен деген сияқты. Біз үшін қатты бір интерес қуатын едік қой. Иә. Сондай дәреже жетейікші деп Инстаграм бірде жаңағы қатты жүргізбей қоямыз. Енді бұл Инстаграм қазір таңда интернет желісі керек қой, сені іздеп табу үшін де оңай болады. Бірден шыға қояды. Сол ғана андасында бірақ историяны жүргізіп тұрамын, керек нәрселерді. Тек мен кірсеңіздер лентама тек қана әндерім, бейнебаяндарым, тек керекті творчествоға қатысты нәрселер ғана қоям болды. Басқаларды жарнамалайсыз ба? Ішіп жегенді, біреудің жаңағы андай істеп жатыр екен, біреу тойдан шығып жатыр екен, біреу бала болып жатыр екен, ондайларды салмауға тырысамын. Жарнама жасайсыз ба? Жарнамалар көп келеді, осыны салып берші, ананы салып берші деп. Бірақ көңіліне жаңағы историяға салып беремін, 24 сағат тұрады ғой, көңіл үшін. Әріптестеріңіздің барлығы дерлік лотерея ойнатты. Сіз ойнаттыңыз ба? Ұсыныс келді, осы жаңағы карантиннің алдында. Бірақ мен ойнатпаймын дедім, ол мысалы 8 мың адам осындай пәленше ақшадан деп еді. Мен айтамын да 8 мың адам ойнаса, 8 мың адамға да сыйлық берілу керек, ақшасына лайық. Иә. Сендер ол жаңағыдай, сондай жаңағы 1-2 адам мынандай алады, 1-2 адам үй алады дегенге ол ондай қарсымын деп. Уақытысында біз жаңағы керек емес деп ойнатпаймыз деп әдемі уақыт қуандық, бірақ жағдайлар болды екен. Содан кейін ойнамағанымызға қуандық та. Бір Құдай сақтады ғой. Өзім сақтансаң сақтай деген. Өнер адамының деңгейін немен өлшейсіз дейді Ержан Баратов ағамыз. Енді өнер адамдар негізі көпке үлгі болып жүру ғой. Жақсы сөз сөйлеу, әндерінің өзінде жақсы бір мағына болса, бір жаңағыдай пайдалы сөздерімен, жүріс тұрысымен, сондай сияқты болса, жақсы ғой негізі өнер адамнан үлгі алса. Мынандай сауал келген екен. Лифттегі тетікті бірнеше рет басқаннан оның жылдамдығы өзгереді деп ойлайсыз ба дейді. Қанша асықсаң да әйтеуір бұйырған уақытта барасың ғой. Және күшті сен үшін деген әні жаңағы керемет екен дейді. Әндері өте керемет екен дейді. Дана жазып отыр бұл хатты. Сіз үшін табиғаттың ең әдемі құбылысы? Жаз мезгілі ұнайды маған. Әдемі күн шығып, бір күшті болып тұрады. Жылы терлеп жүрген жақсы көремін. Жаңбырлы кез ұнамай ма? Жаңбырлы кезде жақсы, бірақ қатты жауып емес, жаңа себелеп тұрады ғой бір. Әдемі, кемпір ұсақ шығып. Сол кездер әдемі. Сізді бақытқа бөлейтін нәрсе басқаларды бақытқа бөле алмайды. Қалай болғаны сонда дейді? Сізді бақытқа бөлейтін нәрсе басқаларды бақытқа бөле алмайды дейді. Неге? Несімен мысалы? Мысалға сізге бақыт сыйлайтын мүмкін алдымызда тұрған торт шығар, сіз алып келген. Бірақ ол Ақбибіге ұнамайды. Оған бақыт сыйламайды. Өтірік айтатын деген сияқты дүние. Мысалға сіздің әніңізді мен тыңдасам, маған бақыт сыйлауы мүмкін, ал керісінше Ақбибі көре алмауы мүмкін сізді. Неге олай? Өмірдің заңдылығы сол ғой, ақ пен қара, аспан мен жер. Негізі сұрақтың өзі бір түрлі болды сонда. Қиындау екен. Ана бір түнгі шоу деген бір нәрсе ашып аламыз ғой, түнде келіп ұйқы ашылған кезде әйтпесе кіре алмай, мен де кіре алмай отырмын шындай деген. Тамаша ән тыңдайық, сосын эфирге қайта ораламыз. Иә. Эфирде таңғы шоу. Жалпы дәл қазіргі таңда сіздің творчествоңызда енді жаңа әндер жазылып жатыр дедіңіз. Мысалы, қазіргі таңда басқа да әншілер орыс тілінде не болмаса түрік тілінде кәдімгідей әндер шығарып жатыр. Жалпы сіздің ойыңызда сондай әндер орындау ойда бар ма? Иә, жақын арада бір арабша қайырмасын арабша қылып жазамыз ау деймін. Соны жаңа дайындап жатырмыз. Бірақ секрет айтып қойдым, оны күшті бір Я хабиби деген сияқты бір иірімдермен, арабтың иірімдермен бір салып күшті бір
ерекше бір сондай бір жасағымыз келіп Сөйтесіз. отыр. Хабибі де Ақбибі деп өзгерте салыңызшы иә деп. Қоя берші. Былай дейік, топта өнер көрсеткенде жазылған әндерді қайта өңдеп айтуға ойда бар ма? Иә, Кеше мен қарадым, жаңағыдай топта айтылған 50 бейнебаяны бар екен. Иә, ол бір 5-6 бейнебаян түсіріп тастағанбыз, 50 шақты әндер, оның көбісі жаңағыдай 15-20 халық әндері, көбісі авторлық әндер. Оның көбісі ішінде маған ұнайтын жақсы әндерім бар, соны бұйырса бір үлкен жеке концерттерде жақсылап, ондай аранжировкасын жасап, өңдеп күшті қылып шығарамын бұйырса. Мұхтар Ханзада қашан қазақ эстрадасының ханзадасы болады деп ойлайсыз? Бұйырса енді сәл барынша әрекет жасап жатырмыз. Бірақ мына қазір таңда бір 10-дық әншілер бар ғой. Бір бөлінеді ғой біздің арамызда да. Қатты кәдімгі жақсы жұмыс жасап жатыр. 10-дықтың ішінде барым деп ойлаймын өзімді. Ал енді дуэт жағына келер болсақ, мысалы, көп біздің әншілеріміз негізі қыздар қауымымен ән шырқап жатады. Сіздің репертуарыңызда ұлдар жағымен көбіне репертуарлар бар. Неге? Дуэттер кімдер бар еді менде? Жоқ, менде. Мысалы, дуэт деп қалдық қой, Гаухар Әлімбековамен 5 ән шығады дедіңіздер. 4 ән шықты. 5-шісі? 4-ө шығады. 5-шісін бір түс туралы ма сондай бір ән болған еді, бірақ оны жаза алмай жатыр. Өткені әлі толық шыққан жоқ, куплеттер біткен жоқ оны. Жалпы қарым-қатынастарыңыз сол баяғыдай? Иә, жақсы, әпкемен әне болып сыйласып жүрміз. Сол жаңа бір сұхбат бергенде айтқан екенсіз, жаңағы әннің, мысалы Гаухар Әлімбекованың әнін орындаған кезде отырғызып қоямын, жаңағыдай қате жерлері болса айтып отырсын деген сияқты. Жалпы композиторлар, жаңа ақындар келіп сізге ән шырқатқан кезде әні ұнамай өзіне қайтарып алғандар болды ма? Сазгерлер мысалы. Жоқ, Құдай сақтасын, ондай болған жоқ. Өйткені Гаухар Әлімбекованың бірінші дуэт жазатын кезінде де орындалған арман деген. Гаухар әпке өзі айтты да, мен 30 жылдан бері ешкіммен дуэт айтпағанмын. Мұхтар ренжіме, қазір мен әндерім өте қиын, әншілер көбі орындай алмайды. Өйткені иірімдері, ноталары әртүрлі ойнақы. Сондықтан да егер орындай алмасаң, сен айтпаймын, ренжіме деді да. Сосын мен намысқа тырыстым. Бар өнерімді оқыған білімді, вокалдық білімді салайын. Жанды өзім практикадан да көп, жаңағы ресторан кезінде кафелерде өлең айтып, соны барын немді салып, жоқ әпке уайымдамаңыз, айтып берем деп студияда бірінші куплетін айтты, қайырмасын айтып шықты. Тура осы әпкенің көзінше, тура сол әннің әпкенің көңілінен ар жағына дейін әдемі орындаған кезде Мұхтар болды, тағы да сенімен дуэт жазамыз деп 4 әнге дейін жазып тастағанымыз болды. Иә. Күшті. Сондай бір. Ал мысалы, достармен ән шырқап жатады ғой біздің жалпы қазақ эстрадасында. Сондай бір дуэт жазып. Жақын арада бұйырса бір 2 күшті бір қазіргі жастарға арналған бір кеше түнде жартысын бітірдік. Бұйырса бөлісетін боламыз, тағы өзіміздің ініміз бар. Ерасыл Қасен деп. Жоқ, Нұрсұлтан деген ініміз бар. Сол кішкене мына. Нұрбердиев. Жоқ, Назарбаев деген. Тәтті деп жүрген жігіт қой. Енді мен бауырым інім болғаннан кейін кішкене демеп жіберейін ағалық көмегімді деп, сонымен бір жаңа тыңдарманды кішкене әншілердің дуэт айтуы неге? Себебі оның аудиториясы мен тыңдарманды алмасу керек қой. Оның көбінесе жастар ғой енді. Мектептегі сияқты көп жақсы тыңдайды. Солардың аудиториясымен кішкене алмасу керек. Енді ол жаңа інім болғасын. 2 әнді бұйырса сіздерден келіп тұсауын кесіп кетеміз, өте күшті ән болайын деп тұр. Енді Мұхтар, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, ағалық, жаңағыдай көмегім болсын деп, қолдап жатырмын деп. Сізге солай жасағандар болды ма? Мысалға, Мұхтар інім-ау, кел, ән жазайық, саған қолдау көрсетейін деген ағаларыңыз. Сол ағалардың қолдауымен келдік қой. Жігіттердегі Айдар Тұрғанбек, сол барынша осы өнерге Алматыға алып келді, шақырылғанда да осы жаңағындай қасында жүр деп, әрқашан ертіп те жүрді, бауырым деді, шәкіртім деді, барлығын айтты. Мен продюсерім деп барынша көмегін беріп, аямай барынша көмек берді. Одан кейін жаңағы үлкен жолды көрсетті десек те болады. Одан кейін өзіміздің жаңағы қазір інім Бекет деген жігіт қасымда, әйтеуір осы Мұхтар давай сені жаңағы баяғыда кішкентай кезінде айтатын еді ол. Құдай қаласа сізге әнші болсаңыз мен продюсер боламын деп. Өйткені өзіме кішкентай ғой. Иә. Қойшы деп жаңағы дұрыс менсінбей жүрген, сөйтсе Құдай соның ниетіне қарай салып қойыпты ғой. Қазір директорымыз, жаңағы продюсеріміз, қасымызда Толқынай деген директорымыз бар. Бірге әйтеуір. Толқынай директор ма? Иә, жандәурен. Жақсы араласып керек екен онда. Жақсы, қалжыңдаймын. Мұхтар, қазір сұхбатымызды үзе тұрайық, себебі біздің Құдай бере салған пердеміз тұр ғой мынау енді. Сол пердеге сәлем айтып қойсам болады ма? Жаңағы бір келе жатқан кезде мына жол патрульдік полицияның жігіттері ғой. Қалдыңыз ба не? Жоқ. Маған әрқашан
жаңағы творчествома жақсылық тілеп отыратын, жаңағы жолыма кешігіп бара жатсаң барынша көмектесейік па, не істейік, алдыңа шығайық па деген сияқты поддержка берейік дегенде кішкентай бір ағалық несін бағып жатыр да. Қанат деген ағамыз, Смет деген бауырымыз, Нариман деген бауырларымыз бар. Барлықтарына жалынды сәлем. Істеріңіз алға баса берсін. Достарым көп негізі осы жаңағы жол патруль полициялары. Барлықтарына жалынды сәлем. Болды ма? Таңғы шоу. Эфирде таңғы шоу. Достар, енді құдай бере салған мынау біздің артымызда тұрған керемет перделерді жарнамалайтын уақытта келген екен. Тамаша. Қойдық. Иә, дәл қазір бізге студияға келген Фируза ханым, Топ-шоп компаниясының өкілі. Фируза ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет Абекбір, рахмет Жандорен, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Құрметті таңғы шоу эфирінің тыңдармандары, менің есімім Фируза Сайын, мен Топ-шоп брендінің өкілімін. Топ-шоп ол барлық әлемге әйгілі бренд. Біздің елде Қазақстанда 3,5 жыл болды жұмыс жасап жүргеніне. Әрине де осы уақыт аралығында ол өзінің риза тұтынушыларының санын арттырып келеді. Біздің жанкүйерлеріміз де көп деп айтсам болады. Бірақ мен бүгін жай келгенім жоқ. Сіз айтқандай, артыңызда керемет біздің фото перделеріміз ілініп тұр. Бұл фото перделер өте ерекше, шынайы, өзгеше. Несімен ерекше десеңіз, бұның міне көріп отырсаңыз, Қандай айырмашылығы бар басқа перделерден? Басқа перделерден бұның айырмашылығы өте көп. Біріншіден сапасы. Мысалы, Жандорен, ұстап көріңізші, матасын өзі. Ұстап көріңіз. Біз Инстаграмда да достар тікелей эфирдеміз, жұлдыз.фм парақшасында перделерді көрулеріңіз келсе міндетті түрде қарап Міне, көріңіздер. матасы қандай берік, қандай әдемі және де ұстағаныңызда нәзік, бірақ дегенмен берік. Барлық әйелдер қауымы рахмет айтады біздің дизайнерлерімізге, өйткені бұл матаны қанша жусаңыздар да, бұл жылмайды. Жуасыз, іліп қоясыз, болды. Үтіктемейсіз, қуанып отырасыз. Және де сіздердің тыңдармандарыңызға арна бізде керемет сыйлықтарымыз бар. Дәл қазір сіздер тікелей эфирге 325-98-91 нөміріне хабарласып, Алматы қаласының коды 827 хабарласып тапсырыс берсеңіздер болады. Топ-шоп сіздерге арнап әдемі сыйлық дайындап қойды. Тек қана фото перденің бағасы ғана емес, әрине біз сонымен қатар вуальды, әппақ әдемі тюльді сыйға береміз. Қандай күшті наусыңыз. Көңілсіздер құдай ау. Рахмет сіздерге. Және де айта кетейін, тағы да бір сыйлығымыз бар. Біз бұнымен шектелмейміз. Сіздердің тыңдармандарыңызды сыйлағандықтан, сіздердің бағдарламаларыңызды жақсы көргендіктен, барлық Қазақстан бойынша тегін жеткізіп салуды да сыйлаймыз. Барлық Қазақстан бойынша. Барлық Қазақстан бойынша, барлық аумақтарға. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 325-98-91 нөміріне хабарласыңыздар. Алматы қаласының коды 8727 және де бағасы біздің фотоперделеріміздің қандай? 23.990 теңге ғана, құрметті тыңдармандар. Бұл өте керемет баға. Бұндай бағаны ешқай жерден таппайсыз. Әрине, ақбибі сіз енді әйел адамсыз, қыз баласыз, білесіз ғой фотоперделер қаншалықты қымбат тұратыны. Ал дәл осы фотоперде, дәл осындай дизайн, осындай тігіс, осындай ою өрнек пен сурет ешбір қайталанбайды. Аналогы жоқ. Арнайы дизайнерлер тек қана Топ-шоп брендіне біз үшін арнайы тігілген. Сондықтан да асығыңыздар, егер сіздер өз үйлеріңізге, өз бөлмелеріңізге жаңа дем бергілеріңіз келсе, мысалы, көп жұмыс жасамай, қабырғаларды әктемей, тек қана әдемі бір изюминка бергілеріңіз келсе, міндетті түрде дәл қазір хабарласыңыздар. Қайтадан нөмірімізді айта кеткім келіп отыр. 8727-355-98-91 нөміріне хабарласыңыздар. Сыйлық та бар, ол аппақ әдемі вуальды тюль және де барлық Қазақстан бойынша тегін жеткізу. Керемет. Енді Топ-шоптың ұсынатын басқа да тауарларын қай жерден көруге болады? Топ-шоп бізде Алматы қаласында 4 дүкеніміз бар. Келіңіздер, қош келіп, біз әрине де әрбір тыңдармандарымызды айтып өтсеңіз. Максима, әрине басқа да терцияларда да бар. Сонымен қатар құрметті біздің тыңдармандар, мен тағы да ерекшеліктерін айта кеткім келіп отыр. Бұл фотоперде, міне Жандорен, ақбибі қарап отырсаңыздар, 3D техникасында салынған. Соны сұрайын деп отыр едім, 3D деген перделер осы ма деп? Әрине, 3D деген техника бұл арнайы осы перде үшін жасалған. Қарап отырсаңыздар, қабаттылық эффектісін беріп тұрады. Мысалы, гүлдер, міне раушан гүлдерге қарасақ, бері қарай шығып тұрғандай көрінеді. Әрине де бұл ерекше. Мен ойлаймын, сіз ақбибі басқа бұндай перде көрмеген шығарсыз. Өте әдемі, маған бірден ұнады сол келген кезде. Иә, достар, нөмірді мен өзім қайталап өтейін. Дәл қазір қоңырау шалсаңыздар, тюль тегін, жеткізу тегін, тек қана 23.990 теңгеге перден сатып аласыз болды. Ендеше достар, нөмірді айтайын, дәл қазір қоңырау шалыңыздар, 8727, бұл Алматы қаласының коды, нөміріміз 355-98-91. 355-98-91. Ал енді жалпы бұл перделерден басқа тағы қандай түрлері бар олардың?
қандай түрлері бар дейсіз. Бұл міне сіздер көріп отырғандай бізде көктемгі ертегі деп аталатын топтама. Күлгін түсті, қызғылт түсті тыңдармандарға айта кетейін енді, және де күлгін түсті раушан түрлері де бар. Ал дәл қазір бізде сатылымда жаңа топтамамыз бар, жазғы күн деп аталады. Нәзік ақшыл түстен бастап қою қара түстерге дейін бар. Әрине әрбір әйелдің талғамынан шығатын перделер бұл біздің фото перде топ-шоп брендінің 355-98-91 хабарласыңыздар. Дәл қазір уақыттарыңызды босқа өткізбеңіз. Біз әрине де қабыл алып, біздің операторлар сіздердің қоңырауларыңызды күтуде, кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Сондықтан да ұялмай хабарласа беріңіздер. 355-98-91 Алматы қаласының коды 8727. Әппақ керемет тюль сыйға, және де барлық Қазақстан бойынша кез келген аймаққа есігіңіздің алдына дейін тегін осы керемет фотопердені алып келіп береді біздің курьерлер. Бәрекелді. Достар, дәл қазір біз Инстаграмда да тікелей эфирдеміз, жұлдыз.фм парақшасында. Ол жерге нөмірді де бекітіп қойдық. 8727 355 98 91. Келіншегіңізді қуантқыңыз келсе, бір абырой жинайын десеңіздер, немесе сыйлық жасайын десеңіздер, дәл қазір қоңырау шалып 23.990 теңгеге осындай керемет перделерді сатып ала аласыздар. Тюль тегін, және жеткізу тегін. Фируза, тағы бір айта кетсеңіз, біздің тыңдармандарға қандай жеңілдіктер бар, және нөмірді, және топ-шоп компаниясы туралы. Топ-шоп бренді, айта кетейін, қайтадан әйгілі брендтердің бірі, көшбасшы лидер брендтердің бірі. Сондықтан да сіздер сапасына күмәнданбайсыздар. Сапасы өте жоғары, түстері кез келген әйел адамның талғамынан шығады. Бағасы 23.990 теңге ғана. Тюль сыйлыққа, жеткізу сыйлыққа хабарласыңыздар. 355-98-91 Алматы қаласының коды 727, және де біздің сайтымызға да кіріңіздер. top-shop.kz. Онда барлық топтамалар бар, басқа да үйге арналған, ас үйге арналған, өзіңізді күтуге арналған біздің керемет тауарларымыз бар. Инстаграмнан не деп тереміз дейді. Инстаграм бар ма топ-шоптың? Әрине бар, top-shop.kz. top-shop.kz. Жалпы сіз айтқан жаңағы өздеріңіздің сайттарыңыз бар ғой, сол жерден біз топ-шоптың басқа да жаңағы тауарларын көре аламыз, иә? Әрине, көп деген тауарлар бар. Әйел адамға өзінің қалай күтуге болады. Көп деген ең сапалы еуропалық брендтер барлығы топ-шоп жинаған. Топ-шоп сіздер үшін Қазақстанда 3,5 жыл жұмыс жасайды. Ең әйгілі, ең сапалы брендтердің бірі. 355-98-91 сіздер хабарласыңыздар. Біздің операторларымыз әлі де жауап береді. Күтеді қоңырауларыңызды. Почтамен жеткізе ма сонда дейді? Тегін, иә? Тегін почтамен жеткізеді. Қай қаладан хабарласып тұрген, кез келген қалаға, үйіңіздің алдыңға дейін біздің курьерлер жеткізу жағын мүлдем уайымдамаңыздар дейсіз ғой. Әрине де уайымдамаңыздар. Достар, біз сенімді тек қана тексерілген жарнаманы ғана жасаймыз. Сондықтан, достар, бізге сеніңіздер. Дәл қазір хабарласыңыздар 8727 355 98 91. Дәл осы нөмірде топ-шоп компаниясының операторлары күтеді. Дәл осы нөмірге хабарлассаңыздар, тюль тегін, жеткізу тегін. Фируза, көп рахмет келгеніңізге. Алғысымыз шексіз. Осындай керемет тауарлармен біздерді қуантып жүре беріңіздер. Сіздерге де көп рахмет. Әлі де талай қуантамыз дегенге сенген. Бұйырса. Кеттік. Таңғы шоу. Әрі қарай жалғастырамыз. Мұхтар Ханзада қайта оралды бізге. Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Және Мұхтар Ханзада, сіз бір сәлемімді жолдайын деп едіңіз ғой. Жаңа жол патрульдік полиция ағаларымызға, арнайы Орал ағамызға, сосын өзіміздің бауырымыз, әділет бауырларымызға барлықтарына жалын сәлем, осында Жұлдыз FM-нен. Бәрекелді. Енді қалай екен біздің перделер? Өте керемет екен. Жаңа жазып отыр мына жерде. Перделердің ішіне кіріп шықтым. Айтпаңыз, Мұхтар Ханзада пердеге айналып кеткен бе деп. Достар, нөмірді қайталайын тағы да 8727 355 98 91. Бұл жаңағы топ-шоп компаниясының нөмірі. Сіздер үшін жеңілдік, арнайы Жұлдыз FM тыңдармандар үшін. Мұхтар, жалғастырамыз ары қарай. Енді жалпы Мұхтар аға, өзіңіз бір сұхбатыңызда талай шетелге барып келдім дедіңіз. Дәл қазіргі таңда сіздің ойыңызда жүрген бір ел бар ма? Осы жерді барып көрсем екен дейтіндей. Турцияны. Әлі бармадыңыз ба? Жоқ, бармағанда именно сол Турцияға бармаппын. Анталияға барлық жерін аралап келгім келіп жүр. Кемерге барып. Стамбулдан бастаңыз онда. Стамбулдан бастайын бұйырса. Енді жалпы кім Әбжаппар Әлқожа достармен шығып, қыдырып, қайтып келе жатыр. Егер сізде сондай мүмкіндік болса, қай досыңызды алып барып, демалып қайтатын едіңіз шетелге? Енді бірінші қасымда жүрген өзім директормен, продюсерімізбен өзіміз жұмысымыздың кішкене жемісін жеп болғаннан кейін соның бір қуанышы ғой. Солай бірінші барып қайтсақ
сосын қалғандарын сосын апарамыз. О, міне енді дұрыс болды. Билет үшін өлетін болдық қой дейді достар. Біз тағы да қайталаймыз. Апортта орналасқан Гавайи және Майами аквапаркіне арналған 4 билетті ойнатудамыз. Дәл қазір жұлдыз.фм Instagram парақшасында тікелей эфирдеміз. Мұхтар Ханзадаға керемет сауал қойған тыңдарманымызға дәл осы 4 билетті тегін сыйлық ретінде табыстаймыз. Жол патрульдік полиция қызметкерлеріне көп түсетін сияқты ғой, сәлеміне қарағанда дейді. Жоқ, просто негізі... Ну, енді просто десеңші. Негізі сөздеріміздің карантинде жатып. Орысша үйренген сияқтысыз ғой. Кішкене орысша кітаптар көп оқып қойдым. Жалпы сол карантин кезінде жеке бизнеспен айналысу ойда болмады ма? Маска сату. Әншіліктен бөлек. Негізі сол кішкене ойға келді. Немен айналысу мысалы? Негізі өз мәкенім негізі агроном ғой. Теплицаны, огурцы, помидор, қысы жаз шығып тұрады. Соның біраз нәрсесін оқып алдым. Бұйырса сен бір жағынан осы өнерде жүргенмен де сол жаңағы 1 гектар жеріміз бар, сол теплица салып доход кіріп тұратын нәрсе. 1 гектарда. 1 гектар жер бар екен достар деп. Мінекей. Бір қатты жек көріп жүрген адамыңыз жақын досыңызға айналғаны болды ма дейді? Ешкімді жек көрмеуге тырысам, бірақ кішкене бір сөзге келіп қалып сондай болады ғой бір жігіттердің арасында. Бірақ сонымен жақсы араласып кетесің ғой негізі. Сондай сәттер болады анда-санда. Сізге сұрақ дейді, аузы мұрны жоқ отау ол не дейді? Не еді ғой жаңа? Не еді? Таңертең жейміз ғой да? Сол ғой дейм, Аппақ болады, кішкене қоңырлау болады. Сарысы бар деп басты. Жұмыртқа ма? Сол шығар. Жұмыртқа қазір бізде үйде хит қой. Неге? Жаңа бір досымыз бар. Ерсін деген досымыз ғой. Осы немен айналысады өзі. Птица фабрика бар ғой. Сонымен жаңағы жұмыртқа алып келеді. Енді олар бір-екі күнде 250 мыңдай жұмыртқа шығады ғой. Соның ішінде 1-2 тауықтары бар екен жаңағыдай. 1-2 коробкасы. Жаңағы үлкен жұмыртқада, ішінде 2 сарысы бар. Қандай күшті. Содан андасында саған бізге әкеп тұрады, мә сендер жеңдер деп. Ондан таңғы ас жасаймын дейсіз ғой. Тек бастықтар ғана жейді екен да оны. Бастықтардың арасында бізді қайтып қосып тұрамыз. Шүкір, бізде жұмыс ғой мінекей. Былай дейді, тележүргізуші болу ойда жоқ па деп сауал қойған екен бір журналист. Сол кезде бүйтіпсіз. Енді ұсыныс түсіп жатса, енді көреміз деген екенсіз жалпы. Бұрын сондай болды ғой бір жаңағы әншілер жаңағы эфир жүргізіп, бір журналист бір жаңағы передачалар жүргізіп кетті ғой. Сол кезде бір ұсыныстар болған. Сол көреміз, ол да бұйырған болады деп ойлағам. Негізі әр мамандық жаңағы әр өзінің жаңағы не дейді жаңағындай. Не сойса да қасапшы сойсын дейді ма? Иә, қойды сойса да қасапшы сойсын дейді. Қасапшы сойсын. Әркім өз мамандық бойынша жұмыс істейді. Әншілігім өзім жетеді өзім. Сіздер жүре беріңіздер. Мен Мұхтар мырза дейді, сізге бір сұрақ дейді. Осы таңғы шоуда дейді, экскаваторщик қалданға бір билет сыйлай аласыз ба дейді? Экскаваторщик қалданға? Билеттер қайда? Билеттің бастығы біз ғой. Экскаваторщиктер, билеттің бастығы біз. Осы жігіттерден сұраңыздар. Қайырлы таң, сәлем, қош келдіңіз сұлу жігіт дейді. Жалпы айта ма сізге, о сымбаттысың, түрің бар екен деп, мысалға маған үйтіп айтпайды. Неге? Маған ойбай тілің 100 метр деп айтады. Бойда жоқ. Жігітке негізі жігіттің ол сымбатты екенсің деп мысалы. Барлық адам сұлу ғой. Алла тағала сұлу жаратқан, жүзінде нұры бар, көздерінде жадыраған, жаздырап тұратын бір сондай бір барлық адам Алла тағала сый беріп қойған ғой. Сондықтан да жігіттің жақсы сөйлеп, ақылмен сөйлеп, әдемі сөйлеп, жаңағы қызды сындыра алатын жігіт бар, сындыра алмайтын жігіт бар ғой. Әне Жандәурен, көрдіңіз Сіз бе? қайсына жатасыз? Қолына бәрі келеді. Сіз қайсына жатасыз? Екеуіне де жатамын. Кейде былай ма? Кімге ең соңғы рет комплимент айттыңыз дейді Амангүл? Кімге айттым мен соңғы рет? Мен үнемі айтып жүруге тырысам. Өйткені жақсы ғой біреуге. Осы күшті болып кетті, мынау жаңағы үстіне жарасып тұр, мынау мынандай деп. Сен күніңге жақсы болып келатсың деп сізге сияқты. Маған айтпадыңыз ғой онда. Сізге неге? Сұрап алайын ба деп. Айтпасаң да тал бойымда бірін жоқ қой сенің. Рахмет Жандәурен. Құдайға шүкір, сол бір жерің бірдеңе болып тұрса айтар едім. Бірақ бағана айтайын деп отқам. Жаңағы үнемі жандай қандай таңертең келсең де бір қалыпты әдемі болып жүре береді деп ше. Сол айтайын деймін жаңағы. Мен бөліп жібердім иә? Рахмет. Сөйтем ғой андасында өзі бөліп жүремін енді. Біз егер көріп отырсың ғой, біз ұйқырап сұрап алу керек сен болып отыр да. кешке отырған сияқты отырсың. Аралап талай жердің деп. Жақсы, ендеше дәл қазір үзіліс жасайтын уақыт екен.
Үзіліс болғанда да бұл келесі шырқалатын ән тұсаукесер ақ келін деп аталады. Әннің сөзін кім жазды, қалай шықты, тарихы бар ма? Елдос Үмбетәлі деген бауырымыз осындай жаңағы өзі біраз әндердің авторы ғой, туысқандар, күл деген. Мен бұйырса тағы да Жанекем деген ән жазып қойғам. Бұйырса оны да сіздерден екінші әке туралы ән тағы да, иә? Иә, ақ келін деген ән осы қазіргі жас қарындастарымызға, келіндерге үлкен өсиет болатын. Жаңағы өзге үйлі туылып, өз үйіңе келгенің құтты болсын, жаңағы қадамың деген сияқты. Келінге бір үлкен насихат, терме сияқтап жаздық. Бұйырса тыңдап, бағасын берерсіздер. Бәрекелді. Бейнебаянда түсіріп қойдық. Ендеше дәл қазір бағасын беретін уақыт, достар. Тыңдаңыздар, Жұлдыз FM радиосында, достар. Естеріңізге сала кетейік, естіп арнасында қазір басқа бейнебаян кетеді. Сондықтан қабыл алыңыздар, Мұхтар Ханзада ақ келін тұсаукесер. Таңғы шоу. Неше күн жазылды бұл ән? Неше күн сақталды? Бұл әнді осы карантин кезінде сақтап жүрміз. Иә, енді бұйырса сәті келді, 2 айдан кейін жарық көрді. Рахмет. Бәрекелді. Жұлдыз FM жасай берсін. Мынандай сұрақ қойыншы, жалпы осы әнмен қыз ұзату ойда жоқ па? Енді қыз ұзатуда бұл келін келгізуде, беташардың кезі де өзі бейнебаянның ішінде көрсетіп тұр. Беташардың сәтінде. Бейнебаян шығып қойды. Шығып қойған, иә. Шығып қойды. Жандырын. Мен онда шықпады екен деп отырмын ғой. Жоқ, бейнебаян шықты, бірақ әнді бірінші рет сіздерде. Кәдімгі радиода тұсауын кесіліп жатыр. Әні де ешқайда тараған жоқ, ешқайда кеткен жоқ, тек қана бейнебаян ғана шықты. Бәрекелді. Сол ұзату жайлы, қыз ұзату жайлы. Енді қыз ұзату жайлы ол еркек негізі ұзатпайды деп сондай бір дау болып, қанша сондай болды ғой енді бірақ. Жоқ, мен тек қана қарындасымды ғана алып шықтым деген сияқты дүниелер болды ғой. Енді жаңағы әншінің әні ұнап қалып, қызды жоқ, осы әнші келіп сол әнді айтсыншы деген сияқты ұсыныспен ғана барып жүрді ғой. Иә. Бірақ енді білмеймін, сәті келсе әр нәрсенің бір не болса да жарасады ғой. Әр нәрсе орнымен дейсіз ғой. Бірақ енді иә, сол әйел адам ұзатқан жақсы ғой. Әрине. Өзіңізді қай мульт кейіпкеріне ұқсатасыз? Мен ба? Ал жануарға ше дейді. Мен енді өзім жаңағы туылған күнім августтың 2-сі ғой. Тамыздың 2-сі болғаннан кейін жұлдызнамада Арыстан. Иә. Жаңағы лидер болып жүрген жақсы көреді. Жаңағындай өзінің дегені болғысы келіп тұрады. Сондайларды жақсы көресіз. Бірақ сәл нәрсеге алданып қала саласың, жаңағы жылы сөзге, ондай сөздер әр кезде болады. Бірақ барынша пысық болуға тырысасың, сол бір Арыстанға деген өзімді. Қашан үйренесің дейді. Қашан үйренесің? Үйде нешінші жолсың дейді. 3 сағат болды тыңдап отырғаныма. Өте керемет жүргіздіңдер дейді. Рахмет. Бақытты болыңыз. 3 бала, 3 қызбыз. 3-ші баламын. 2 ағам бар, 1 әпкем бар, 1 қарындасым, ең кішкентай қарындасым бар. Ол осы 94-ші жылғы қарындасым осы карантинде алып кетті. Осы аяқ астынан болып кетті ол да. Жаңағыдай негізі өзіміз жаңа ұзатамыз ба деп жүргенбіз. Сосын ұзатудың сәті келмей жаңа карантинге түсіп қалғаннан кейін олар жаңағы ағасымен, қарындасымен, сол жаңағы күйеу жігіт танитын мен танысқан. Өйткені қарындасым бірінші танысқан кезде маған айтқан, осындай жігітпен сөйлесіп жүрмін, көріңіз, қандай жігіт екенін біліп беріңіз, жігіттерді түсінесіз ғой деп. Ол енді ақылдылығынан шығар. Көріп танысып, жігіттің қандай екенін көріп, кәдімгідей өте керемет. Өзім сияқты өзімен жас жігіт екен. Әңгімем жарасып керемет болып, Аллаға шүкір сол келген кезде де кәдімгі мен танылған, араласқаннан кейін кәдімгідей ұялмай, сондай бір қызды алып кетті десек. Қуғыншы болып кім барды? Қуғыншы ондай болған жоқ, өйткені жол жабық болды, сондай болып кетті да. Олар келді да жаңағы кешірім беріп алып кетті. Сағатты неге сол қолға емес, оң қолға тағып алғансыз дейді? Сағат негізі мен үнемі оң қолға тағып жүрем. Білмеймін, енді сол қолда бұл қазір андай сағаттар ғой, Apple Watch сияқтылар ғой, оны оң қолға да таға беруге болады негізі. Деп ме? Ақылау кетсек. Біз енді дамай қалғанбыз ғой, ауылда қалып қалғанбыз ғой. Тұрмай ауылдан екен ме? Муха молодец дейді, өз арманына жетті. Кезінде колледжде бірге оқығанбыз дейді, гитарамен ән айтып беретін, қасына жинап алып, жарайсың, сен үшін қуаныштымын. Сәлеммен, ұмытпасаң, Самал деген сокурсницаң дейді. Самалға жалын сәлем. Өйткені мен мектепте де, колледжде де оқыдым, колледжде университеттерде оқыдым, 3 диплом алдық қой, өйтіп жүріп әйтеуір. Ой, оқымаған жерім жоқ дейсіз ғой. Сонымен, сол колледжде жүргенде гитарамды алып баратын. Мұғалімдер жаңағыда бір кездер болады ғой, бір шаршап кететін, суббота күндері, бір сабақ оқығым келмей. Сол кезде жаңағы апайға айтатын, апай, отырайықшы.
ескілтейікші деп ше жай махаббат әндерін жіберіп шәмшінің әндерін бәріміз қосылып сондай кездерде өтті. Керемет. Сізбен дос болу үшін атақты болу шарт па дейді? Жоқ, мен қазір қарапайым жақсы мен негізі өнер адамнан дос болғаннан гөрі қарапайым адамдармен дос болған жақсы көремін. Өйткені қарапайымда сенің тілекшің, өші, сенмен мақтанамыз, сенмен қуанамыз деп әрқашан шынайы тілегін білдіртіп жүреді да. Енді өнер адамда дос қой, бауыр болады, бірақ бәрібір өнер адамдар арасында бір көре алмаушылық, бәрібір қызғаныш болып тұрады. Бір әнің шығып көрсетіп отырсаң, ол қойшы оны жазып, мен жазып қойғам оны деген сияқты. Бәрібір андай бір болып тұрады да. Бірақ жамандап жатқаным емес, жаман түсінбей ақ қойсын. Бірақ өзімнің ішкі шындайлығымды айтып жатырмын да. Бар. Қарапайым адамдармен араласқан жақсы көремін. Сол нәрсені қолға алдым мен. Жақсы, Мұхтар, ендеше тағы да осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық. Ән тыңдап, үзілістен кейін эфирге қайтып ораламыз. Таңғы шоу. Таңғы шоу. Таңғы шоу әрі қарай жалғасуда, және енді келесі сауалымыз осы қазіргі таңда түрлі жобалар бар. Конкурстық дейтіндей, мысалы жұлдызды жекпе-жек. Соларға қатысу ойда бар ма? Немесе шетелдік конкурстарға қатысу? Кезінде 2015 жылы Turkvision'ның байқауына қатысқан екенсіздер. Қатыстық, 100 әнші қатысты кәдімгі қазақ эстрадасында, бірақ соның ішінде 16 әнші таңдап алынды. Соның ішіне іріктеуге біз өттіңіздер. 16-шы болып өттік. Прямой эфирде, тікелей эфирде, Астанада хабар арнасында тікелей эфирде сол әнді орындап шықтық. Конкурстан ешқандай қорықпаймын, өз-өзіме сенімдімін. Бірақ енді жаңағыдай кішігірім конкурстар, әлі әнші болам деген сияқты конкурстарға барғым келмейді, өйткені қол жеткізіп қойған нәрседен кейін басқа інілеріміз, бауырларымыз шықсын деген ниетпен ғой. Дәл қазір қалтаңызда қанша ақша бар егер сыр болмаса дейді? Қазір не болды ғой? Каспий Голд электронный болып кетті ақшаның бәрі. Ақбибі жұмыстан шықты ғой мына рекламадан кейін. Әлі күнге істей алмаған, бірақ қатты қалап жүрген нәрсеңіз не дейді? Әлі істей алмаған, әлі де көптеген жетістіктеріміз, алға қойған мақсаттарымыздың барлығы арман ғой бәрі. Жеке үйіңіз бар ма? Жеке үйім жоқ әлі, алған жоқпын. Оны пердені алайық деп едік. Бұлай тартып болмады ғой, енді айтайық осылай. Түсіңіздің өңіңізге айналған сәті болды ма дейді? Түсіңізді түстегі нәрсе өңге, енді не нәрсені ойлап жатсаң түсіңді көресің ғой негізі. Оразада ұйықтама түсіңді көресің дейді ғой сауабын. Жаңағы үй туралы нәрселерді айтып кетсем бола ма негізі? Болады. Сұрақ болып кетті. Негізі үй алуға болады, әрекет бар, ол алуға тез алып тастауға да болады. Мысалы біз табысымыз жетеді ғой енді. Әрекет жасасаң жетеді ғой барлық нәрсеге. Әрине. Ниеттенсең. Бірақ енді үйленгеннен кейін алғың келеді да. Әйеліңізбен бірге ақылдасып па? Бірге, екеуміз жаңағы бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дейді бәрібір. Ол қазір үйленгенше отбасыма, ата-анама үнемі солармен бөлісейін, солардың жағдайын жасап берейінші. Одан кейін үйленгеннен кейін асықпай жасармыз. Егер сізге жер бетіндегі бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, онда нені өзгертер едіңіз дейді Амангүл? Қазақстанды гүлдендіріп жіберер едім ше. Ол үшін қандай әрекет етуге болады деп ойлайсыз бірінші? Ол енді үлкен миымыз жетпейді ғой. Біз бір өнердің, бір әннің өзін талқылап түнімен таң атқан жоқ отырып қалай жасаймыз деген миым жетпейді. Осы ел басқарып жүрген ағаларға ризамын. Солардың ақыл сана берсін, Алла тағала жүректеріне иман берсін. Қазақ елін дамытқан, гүлдендіріп жүргенде Аллаға шүкір гүлденіп келе жатыр ғой. Одан да гүлденуге тілекшіміз да біздер. Сондықтан да өзіміздің қолдан келетін нәрсе болса, барынша әйтеуір барлық жаңағы адамдардың жағдайы бірдей болса екен деп, солардың жаңағы көңілі болса, әрқашан өмірде бір өмірге келгеннен кейін бақытты өмір сүріп, әрдайым күліп жүріп, жақсы өмір сүруге тырысса екен деп, сондай жақсы ниетім бар. Негізі Мұхтар Ханзаданың әндерін экскаваторда тыңдаған өте тамаша дейді. Ойбай. Сықтап кеттік қой, Майамиға барайықшы, тез билет алайықшы дейді. Сонымен бәрін тастамай. Қай сұрақ сізге жақсы ұнады? Маған әдемі өткен сұрақ жаңағы арыстан не ғой, бірақ арыстан жұбайым деді ғой. Қазір мен соны оқып берейін, е? Қазір. Оған дейін мен сұрақ қоя тұрсам бола ма жандәурен? Мінекей, арыстан ғой дейді. Бірақ арыстандар да өз ұрғашысынан қорқады екен ғой, білесіз ба дейді.
қорықпайды сыйлайтын шығар. Сонымен дәл осы сауалды жолдаған тыңдарманға береміз. Майамиге арналған 4 билетті. Сізге сәттілік. Ержан Баратов. О, Ержан аға құтты болсын. Ержан Баратов аға шын жүректен құттықтаймыз. Бала шағаңызбен күшті демалып қайтыңыздар бүгін. Шымкенттікі ғой бұл кісі. Бірақ уайымдамаңыздар, мына жақта туыстар өте көп. Солардың біреуіне берер. Ай, молодец. Ырзамыз, жауаптарыңыз өте керемет дейді. Неден қатты қорқасыз, жануар немесе жәндіктен дейді. Негізгі ұстазыңыз кім деген сауал келді тағы да. Жаңа айттым ғой, ұстаз өмірдегі ұстазым әкем. Тағы да ұстаздар көп қой негізі. Өнер адамдарында да ағаларымыз көп. Сосын жаңа тағы не еді? Фобия, неден қорқасыз? Қорқыныш па? Кішкентай кезімде кішкене өзім жылан жылы болғанмен де жыланнан қорқатын едім. Бірақ қазір жыланнан кішкене қорықпайтын болып, екеуміз ауылда жүріп, жыландардың қасында жүріп ойнап. Қалайсың деп қоясыз ба? Жаңа таяқпен түртіп қорықпайтын. Фобия деген нәрседен. Иә, спортқа қалайсыз дейді. Қараңғылықтан қорқам бірақ. Спортта жақсы. Спорт тренировкаға жаңағындай тренажер залға барып жүреді. Қазір кішкене карантиннен кейін кішкене творчествоға қатты көңіл бөлгеннен кейін бұл спортқа арнайы көңіл бөлмесең болмай қалады да, сондықтан да кішкене творчествомды дамытып алайыншы. Енді жоспарыңызбен қысқа нұсқа бөлісіп өтсеңіз 30 секундымыз қалыпты. Қалай? Жоспар. Бұйырса жақсы әндер, жақсы бейнебаяндар, репертуарымды кішкене кеңінен таратып, жақсы әндерді мен толтырып, бұйырса үлкен концерт беру. Әншінің бір бар мақсаты концерт қой. Республика сарайында Алла қаласа концерт берсем, соған үлкен жетістігім жетсе, соған да шүкір етіп, ата-анамның алдында бәрін шақырып, ағайын туысқандарын барлықтарыңыз билет беріп қойып, солардың алдында менің жетістігім осы деп, сондай бір халықтың алдында, елдің алдында жүру үлкен бір бақыт қой. Бізде ана 34-ші рядта қалып қалмайық. Жанында тұрасың. Жанында тұрасың ғой, мен айтсам мен айтсам Жұлдыз FM-ге арнайы бір керемет жеткілікті билет беріп кетемін алдын қатарда. Мұхтар, көп рахмет келгеніңізге, тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Қазір қайда барасыз? Қазір Шаштаразға барамын. Үйге қайтпайсыз ба? Шаштараздан кейін барып, содан кейін ары қарай студияға өткен уәде бар. Студияға барып тағы бір әннің аранжировка жасап қойғанбыз. Бір тағы шаршамай сияқты тағы бір ән шығайын деп жатыр. Бәрекелді. Сол көңілі соның аранжировкасын переходтар дейді жаңағы арасында сөздері дайындап қойды, Бекет сөзін жазып қойды, продюсерім. Рахат продюсерім қазір сөзін жазып береді. Аяқтайық. Жақсы. Тағы бір сағат болғанда. Айтпаңыз енді. Рахат. Ендеше достар, бүгінге таңғы шоу аяқталды. Таңғы шоуда бүгін қонақта болған әнші Мұхтар Ханзада 2 әннің тұсаукесерін жасадық. Құдай қаласа шығармашылық табыстар тілейміз. Таңғы шоу. Үйге қайтыңыздар енді, жұмыстан шығып үйге қайтып бара жатсаңыздар. Таңғы шоу.